16 қыз би ансамблі 2000 жылы құрылып, 2003 жылы халықтық атағына ие болды. 2009 жылдан бастап ансамбль Көкшетау мәдениет сарайында жұмыс істеп келеді. 2014 жылы жетекшілікті Досмагамбетова Мадина Темирбулатовна қабылдады. Қазақ биі ансамбльдің негізгі бағыты. Шынында да, халықтық сипаттағы ансамбль қазақ хореографиясын дамытуда және оны насихаттауға үлкен үлесін қосып келеді. Сонымен қоса, ансамбльде әлем халықтарының билері де бар. Репертуар жаңа қойылымдармен толығып, жаңа белестерге жетуде. Жылдар бойы ансамбль Қазақстанның атақты да, елімізге танымал хореограф-балетмейстерлерімен жұмыс істеп келеді. Ансамбль жыл сайын республикалық, халықаралық фестивальдер мен конкурстарға қатысып, жүлделі бірінші орын және гран-при иегерлері атанып келеді. Әлемнің керемет елдерінде Малайзия, Франция, Әзербайжан, Ресей, Түркия, Чехия, Кипр мен Испанияның үлкен сахналарында өз өнерлерін көрсеткен. Фестивальдер аясында жетекші балетмейстерлердің шеберлік сабақтарына қатысып, ұлттық билерді үйреніп, репертуарды толықтыруда. Сонымен қатар, ансамбль қалалық, облыстық мерекелік іс-шараларға да белсенді қатысады. 16 қыз халықтық би ансамблі үлкен жетістіктерге жетуге, өнер саласында шыңдарды бағындыруға әрқашан дайын. Ансамбль мүшелері өнерге деген сүйіспеншілігімен ерекшеленіп, мәдениет пен өнер саласындағы білімдерін жалғастыруда. Шығармашылық шабыт пен тұрақты ізденіс осы ұжымның негізгі белгілері. Биыл Көкшетау мәдениет сарайының 16 қыз халықтық би ансамбліне 25 жыл толғалы жатыр. Сол себепті осы жылы ансамбль 25 жылдық мерейтой концертін өткізбек. Алдағы уақытта бізбен бірге болып, жаңалықтардан қалмаңыздар. Қымбатты көрермен, би, музыка және естеліктерге толы кеште кездескенше.